Аллаға құлшылық ету арқылы жақындау туралы айтатын болсақ, көптеген адамдар Аллаға жақындататын амалдар туралы біле бермейді. Рұқсат етсеңіздер, Құраннан бастайын. Құран Рамазанда түсірілді. Құран бізге бағыт көрсетуші. Құран Аллаға өте жақын ететін кітап, ақыретке дайындайтын кітап. Көптеген мұсылмандар олар тек қана Құран оқи береді. Мұнан түсінуіміз керек. Құранды оқу арқылы өте көп сауап аласыз. Сөзсіз. Рамазаннан тыс кезде Құранның әрбір әрпіне 10 сауап, ал Рамазан кезінде оқылған Құранның әрбір әрпіне 700 сауап жазылады. Сөзсіз Құранды көп оқуымыз керек. Бұл дұрыс. Бұдан бірақ өзгеріс болмайды. Сіз сауап аласыз. Сізге не керек? Сізге тек сауап керек пе? Бірақ өзіңіз өзгермейсіз. Бұлай түсіндіріп көрейінші. Егер сіз көп сауап алсаңыз, кейбір жақсы амалдар істеу арқылы кейін сауабын аласыз. Бірақ сіз мұнан алмайсыз. Сіз өзіңізді өзгертпейсіз. Қалай десеңіз? Егер сіз сауапты бүгін алсаңыз, сауаптар сіздікі. Бірақ өзіңізді өзгертпесеңіз, сіз бұл құлшылықты ертең істемейсіз. Ертеңгі күні бұл сауаптарға ұмтылмайсыз. Қайтадан түсіндірейін. Егер ақша алсаңыз, егер мен көп ақша берсем, шамамен $1 миллион алдыңыз дейік. Егер бұл ақшаны бизнеске салып айналдыруды көздемесеңіз, ақшаны бұлай құртасыз. Міне, осылай. Тез құртып жібересіз. Өміріңіздің соңына жетпей жатып, қайтадан кедей боласыз. Мысалы, лотерея ойнап көп ақша ұтқандар, лотерея ойнау харам. Олардың көпшілігі сол ақшаларын демде жоқ қылады. Себебі олар ақшаларын бір нәрсеге инвестицияламайды. Лотерея ойнау харам. Бұл тек мысал келтіруім. Егер сіз ақшаны қалай айналымға салуды білмесеңіз, ұзақ уақытқа жоспарлай алмасаңыз, онда ол ақшаның бәрін жоқ қыласыз. Құранды оқу арқылы көп сауап жинайсыз. Бірақ өміріңіздің соңына дейін оны тастамай оқуыңыз екіталай. Бірақ ішіңізде өзгеріс орын алса, ой өрісіміз өзгерсе, жан дүниеміз өзгерсе, Аллаға қарай бет бұрсақ, ақыретке ұмтылсақ, ақыретке дайындалсақ, міне, сонда өмірімізде өзгеріс болады. Енді түсіндіріп көрейін. Құранды бірнеше рет қайталап оқитын адамдар, бұл бізден күтілетін бірінші нәрсе. Алла біздің Құранды оқып, оны түсінуімізді қалайды. Себебі ол деді: саған кітап түсірдім. Неге? Оны түсінуің үшін. Оны түсінбейтін болсақ, онда бұл мұсылман өзгермейді. Түсінікті ғой. Алла біз ойлануымыз үшін. Алла пікірлегенімізді қалайды. Пікірлеу қалай болады? Түсіну деген бар. Сол сияқты ой жүгірту, пікірлеу бар. Яғни отырып, бұл өмірім туралы ойлануым деген сияқты. Алла, олар Құранды түсінбей ме? Мұны қалай түсінеміз? Бұл дегеніміз қазір сіз отырып, ұзақ асықпай, Алла тағаланың не айтқанын және оны өмірімізбен, басқа да мәселелермен байланыстырып пікірлеуіміз. Пайғамбарларға қатысты аяттарға келгенде, Субханалла, Нұх алейхиссалам табанды болды. Мен де табанды болуым керек. Нұх алейхиссаламның баласы оған бағынбады. Менің баламда маған бағынбауы мүмкін. Құранды оқысақ, Ибрахим алейхиссаламның әкесі оған қарсы болды. Сіздің де әкеңіз дінде болмауы мүмкін. Немесе құлшылық етпейтін шығар. Осындай мәселелерге жолыққанда пікірлеуіміз керек. Сабақ алуымыз керек. Әрбір аятқа, әрбір мәселелерді пікірлесек, ой өрісіміз өзгереді. Құранның басты мақсаты қандай? Құран оқыған кезде ол айна тәріздес болуы керек. Мына нәрсеге мән беріңіз. Құран айна тәріздес болуы керек. Құранды оқыған кезімізде Құраннан өзімізді көруіміз керек. Біз жақсымыз ба? Әлде жаманбыз ба? Егер жақсы болсақ, әлхамдулилля дейміз. Егер Құранның айтқанын істемей, қате жүрмін деп ойласақ, онда өзімді өзгертуім керек, жақсылыққа ұмтылуым керек деп ойлануымыз керек. Міне, осы кезде мұсылмандар өзгереді. Сіздерден өтініш, осы Рамазанда өтініш, Құранды арабша оқыңыз, және оның аудармасын оқыңыз. Құран тәпсірін оқыңыз. Осы арқылы Аллаға қатты жақындайсыз.